Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа керемет өзгеше тойымды тамақ түрін көрсетемін. Штрудель деп аталады. Әсіресе мына қыс ауасында күн суықта кешкі тамаққа жегенге өте тойымды. Ол үшін алдымен қамырын илеп аламын, июі қанып тұру үшін. Бір кесеге суымды құйып, оған бір жұмыртқа саламын. Үстіне тұз саласыз сосын. Аздап май қосасыз. Жайылуы оңай болады, әрі дәмді болады қамырыңыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Енді алдын ала елеп алған ұнымыздың үстіне салып, қамырымызды илейміз. Әуелі қасықпен араластырып аламын. Осылай ары-бері қосып. Енді қолымызбен иілеп, бір келкі етіп, түйіршік қалмайтындай етіп илейміз. Қамырымызды иілеп болдық. Енді тындырып қоямыз бетін жауып. Енді қамырымыз тынығып жатқан кезде, мына жақтан подливын дайындап аламыз. Отымызды жағып, қазанға майды құйып, енді етті турап аламыз. Енді жуып тазалап алған етімізді бұлай бөлек қойып қоямыз да, пияз турап аламыз. Пиязымызды осылай ұзынша етіп тураймыз. Пиязымыз турап болдық. Енді қызып тұрған майға жуып алған етімізді салып қуырып аламыз.
тұзымызды араластырып жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз турап болды. Енді ыдысқа салып аламыз. Картошкамызды тураймыз енді. Осындай орташа бөліктерге бөліп аламыз. Енді сәбізді майдалап төрт-бұрыштап турап аламыз. Мен сәбізді аз ғана қостым, балалар онша ұната бермейді. Қазір қамырына да қосамыз сәбізді. Енді үстіне пияз сап қуырамыз. Енді үстіне сәбізімізді салып қуырып аламыз, араластырып. Үстіне томат саламыз. Енді жақсылап араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Енді үстіне жуылған картошкамызды салып араластырып аламыз. Енді үстіне су құямыз, аздап құямыз. Дәмін көре отырып тұз саласыздар. Енді қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз.
Енді бұл жерде дайын болған қамырымызды жаямыз. Осылай ұн себе отырып бір келге ет жайып аламыз. Қазанымызды көреміз. Суы қайнапты. Отын пәсейтіп жай отқа қайнатамыз. Бұқтырып аламыз тамағымызды. Қамырымызды осылай чұқа етіп жайып аламыз. Енді үстіне май құйып, майды жағып шығамыз. Енді үстіне алдын ала үкіштен өткізіп алынған сәбізімізді бір келге етіп жайып шығамыз. Сәбізіміз жайып болды, енді қамырды ораймыз осылай. Қамырымызды орап болдық, енді кесеміз. Арақашықтығын осылай етіп, видеодағыдай кесіп аламыз. Барлығын кесіп болдық, ыдысымызға салып аламыз да, енді қазанға саламыз. Қайнап тұрған подливтің үстіне. Осылай бір-бірлеп орналастырып шығамыз.
қақпағын жауып 35-40 минутқа бұқтырып аламыз. Тамағымыз дайын болды. Енді тарелкаға саламыз. Тамағымыз дайын болды. Өте керемет дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеом ұнаған болса, лайк басып подписаться етіп кетулеріңізді сұраймын. Қолдау көрсеткендеріңізге рахмет.